Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді, жеңіл, қонақ келгенде ұялмай дастарханға қоятын, дайындалуы тез көкөністерден салат жасаймыз. Ол үшін бізге керегі цветная капуста, брокколи, қияр, қызанақ, тәтті бұрыш, сарымсақ және тұз, пияз және дәмдеуіштер. Ең алдымен көкөністерді турап, цветная капуста мен брокколиді қолымызбен осылай ақырындап ажыратамыз. Қиярымызды осылай қиғаштап тураймыз. Помидорды да осылай дәл видеодағыдай сақтап тураймыз. Менде кішкентай помидорлар. Бұрышымызды да дәл осылай ломка қылып тураймыз. Пиязымызды осылай бірнеше бөлікке бөліп, қолымызбен ажыратамыз. Енді цветная капустаны қайнап тұрған суға тұз салып 10 минут, брокколиді 3 минут пісіріп аламыз. Сосын оларды суытып қоя тұрамыз да, сарымсағымызды қабығынан аршып, ұсақ қып тураймыз. Пиязымызды ыстық майға қуырамыз. Енді барлық көкөністерді үлкен ыдысқа салып жинаймыз. Осылай бәрін салып болғаннан кейін кинза, сарымсақ, 2 ас қасық паприка, әртүрлі дәмдеуіштер саламыз мінекей.
Сосын мінекей осылардың үстіне қайнап тұрған пиязымызды құямыз. Екі ас қасық соевый соус құямыз. Енді бәрін араластырып, 2 ас қасық зәйтүн майын құямыз. Осы жерде бальзамический уксустен 1 ас қасық, татымына қарай тұз, лимонның сығындысын кішкене құямыз. Одан кейін араластырып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. 1 сағаттан соң дәмі кіріп, өте дәмді салат болады. Мінекей осылай салатымыз дайын болды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.